Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын сосиски тесте әзірлейтін боламыз. Видеоны толық көріп, егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керекті заттар: ұн, майонез, сұйық май, қаймақ, ашытқы, тұз, қант. Ыдысымызға ашытқымызды, тұзымызды салып, жол соғып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін тұзымызды, сұйық майымызды, қаймағымызды, майонезімізді салып, ұнымызды аздан сеуіп, нан илейміз. Нанымызды жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін осылай нанымызды алып, ұнды жақсылап сеуіп, нанымызды жаямыз. Жайып алдық. Енді осылай пышақпен ұзын-ұзын қылдырып бөліп, сосискемізге орап шығамыз. Артығын кесіп алып тастасаңыздар болады. Дайын болған сосискелерімізді орналастырып, жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осымен біздің сосиски тестеміз дайын. Баршаларыңызға ас болсын.